Ya mынау Ташкентке келатырмыз. Қазір таможнядан өтуге дайындалып келе жатырмыз. Бірінші посттан өттік. Қасында құдағиым бар. Қолыңыз кетіп қойыңыз деп видеоға түсіреміз. Құда алда кетіп бара жатыр. Қазір барлығын пост салып отыратын боламын. Ешкіммен ала қашмайды. Біреуге алды бер дейім жоқ. Неміз. Мына женшем оны сүдіреп адам өлтіреді. Женшем бала. Астанадан келіп аспа, мен сол пойызда келдім дейді. Яғни Көкшетауға барған еміз. Көкшетау не бар? Бар жақта. Білмеймін ба кіммен бар? Келін әкеп жатырмыз деді маған. Қандай дейін? Қасында бір 3-4 әйел бар. Ой, айтатын ғой вагонда. Біз ана қайнағаларға бардық, келдік, олар келді біздің қасымызға. Олар бірі де біз 7-де болдық қой. Арқамнан жеңше деп мен сұрайын. Ай, мен сені танымадым. Келін әкеп жатыр екен, ауылға ма? Жоқ, басқа бөтен әйел де өзінің төркін деді. Төркін жағы болса. Келін әкеп жатырмыз деді. Қай жақтан не деп сұраған жоқпын мен. Көкшетаудан деді мен, бір анау күйеулер шақырып демалып Мен онысын танымаппын оны. деп ойлап. Көрмегелі, қай заман? Боровойға барған шығар дедім де Көкшетауға бардым десем. Ана бір күйеу Алматыда тұрады, бір күйеу қайда тұрады білмеймін. Солар шақырып, қайненесін демалттырып жіберіп жатқан шығар деп ойлап Көкшетауға келіп жатырмыз. Келін әкеп жатырмыз деді. Сол өзім төркін тамағына болса керек та. Үш әйел төртеу отырған екен. Ауылда тойлар жоқ па? Той? Жым-жырт па ауыл? Ауыл жым-жырт. Қазір көке қоштың үйіне не оққанын білмейсіз. Неге? Қазір ауыл сондай болып қалды ғой, ана тойханада істейді. Пәленшенің тойы деп өзінің ортағы, ағайынысы болмаса, 5-6 адамды. сол күні ғана машинаны заказ қылып қалады. Тойға барып қой, кім той десең ауылда пәленшенің тойы. Тойлар сатып. Сондай болып қалды ғой қазір. Алдыңғы жер көрсетейікші. Ne деген керемет. Ташкенттің базары. Ne деген керемет дүниелер. Şöyle verelim. Ne деген керемет. Құдағимен базарда жүрміз.